Илья мектебимиздин 60 жылдык мерейтойу бәрімізге құтты болсын. Жаңа айтып өткенде біздер үшін бұл шынында да екі қуаныш болып тұр. Біріншіден міне мектебіміздің 60 жылдығын ойлап жатырмыз. Екіншіден біздің мектеп бітіргенімізге 50 жыл болды. Рахмет, құтты болсын. Осы мектепке 1935-66 оқу жылы ашылған жылы октябрь айында біздер жаңа Омарбай ағамыз айтып өтті. Басын стақан мектебінде бастап, келесі жарты жылдықты осы Шевченко мектебінде бастадық. Сөйтіп, Аллаға шүкір, 1975 жылы бітіріп, білім алып, тәрбие алып, осы мектептен шықты. Сол уақытта 10 жыл оқытқан ұстаздарымыз бәрі көбін атап өтті. Ұстаздарымыздың, оның ішінен ерекше айтуымыз керек. Бастауыш мектептегі бірінші ұстазымыз Ерниязова тәрбие апамыз. Марқұм қайтыс болып кетті, иманды болсын. Одан кейінгі жетекшіміз, класс жетекшіміз ол кісіден кейінгі Ерімбетов Өгірсін ағамыз. Ол кісілер бәр уақытта есімізде, бәр уақытта құрмет тұтамыз, ол кісілерді еске алып отырамыз. Одан басқа да міне пән мұғалімдері, бәрі жаңа аталып өтті аттары, бәріне де рахмет айтамыз. Оралбай Бекмұратов ағамыз, Ахметов Ахаш ағамыз, Қайыржан ағамыз, Кердегүл апамыз, Ой апамыз, біраз кісілер енді. Орынбай ағамыз да бар, кейінгі физикадан сабақ берген. Бәріне де рахмет айтамыз, бәріне де құрметпенен, ізетпен еске алып отырамыз, бәріне де рахмет бәріңізге. Енді осы Алтын мектебіміз ғой, енді осы мектеп біздер қайда жетсек те, қанша жасқа келсек те, мектеп біздер үшін мектеп болып қалады. Туған жеріміздегі мұғалімдеріміз ұстаз болып қалады. Осы кісілердің алдында біз бәр уақыттар оқушымыз. Қай жерде бәр уақытта, қай жерде жүрсек те есімізде. 2015 жылы мектебіміздің 50 жылдық мерейтойы болды, 2015-те. Соны Тараз қаласында бағана айтып өткен Сәрсенбаев Орақ ағамыздың басшылығында ұйымдастыруменен ол кісі бірінші түлек, ол кісі жақында марқұм болып кетті, өте жақсы адам еді. Сол кісінің бастауыменен біздер қостап, міне жерде інілеріміз бар, сол жақтағы мінекей Әлиев, Ахмет, басқа да бірге мектеп бітірген осы түлектер бірігіп, Тараз қаласында мектебіміздің 50 жылдық мерейтойын осылай жақсы атап өттік. Оған жан-жақтан Ақтаудан, Ақтөбеден міне отырды. Омарбай ағамыз келді Мойнақтан, Дәуреш апамыз Ақтаудан келді, тәрбие апамызбен бірге сол кезде. Жан-жақтан көптеген ұстаздар келді, оқушылар келді, түлектер келді, сөйтіп атап өткенбіз. Не дейміз, осы бәріне де рахмет айтамыз ұстаздарымызға, бәр уақытта есімізде. Мектебіміз бар уақытта өне берсін, мектебіміз тұра берсін. Осы мектептен әлі де шыға берсін жас ұрпақ, тәрбиеленіп шыға берсін, мектебіміз тұра берсін, әлі де шешім тұрсын. Тұрады деп ойлаймыз, мектебіміз өте сапалы мектеп, жақсы жерде салынған мектеп. Тұра берсін мектебіміз. Біз әйтеуір 60 жыл болсын, 100 жыл болсын мектеп тұра берсін, есімізге алып қуанып жүре берейік. Рахмет мына бүгінгі осындай үлкен мерекені шара ұйымдастырып отқан осы мектеп ұжымына, осы жердегі ұйымдастырып жүрген ағаларымызға, қыздарға, жігіттерге көп рахметімізді айтамыз.